Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін салтанат. Бүгін сіздермен өте дәмді оңай какбейки жасайтын боламыз. Мен каналыма күнделікті видеолар салып отырамын. Соны бірінші көру үшін төмендегі подписация бөліміне кіріп, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға қантымызды салып аламыз. 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Қанты ерігенше жақсылап тұрып араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз үстіне. Сүтімізді құямыз. Un salamыз. Оның үстіне разрыхлителімізді саламыз. Қопсытқышымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Ұнымызды кішкене салып араластыра береміз. Дайын болды. Енді ыдысымызға құятын боламыз. Менде мынандай какбейкинің ыдыстары кішкентай. Қатты толтырмастан құямыз барлығына. Міне барлығына құйып шықтық. Енді 180 градуста 30 минутқа духовкада пісіріп аламыз. Оған дейін енді біз кремін дайындаймыз. 100 грамм сахарный пудра, 1 стакан сливка құямыз. Миксермен қою болғанша миксерлейміз. Ал міне қою болды. Енді үстіне творожный сырымыздан саламыз. Енді тағы да миксерлейтін боламыз. Міне креміміз дайын. Енді осылай қапшығымызға салып аламыз. Ал кекстеріміз пісіп шықты. Енді ортасын осылай насаткамен тесіп, жақсылап тұрып аламыз. Ішіне варенье салатын боламыз. Қалаған варенье салуларыңызға болады. Мен өріктің вареньесін салдым. Ал енді қалауларыңызша үстін креммен әсемдейсіздер. Қалауларыңыз бойынша үстіне жемістер қойып шығуға болады, шоколад қойып шығуға болады. Ал біздің какбейкіміз дайын. Үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет. Менің арнама тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.